Неліктен аспиринді күнде ішу керек? Көптеген зерттеулер аспирин дәрісінің пайдалы тұстарын растап шыққан. Оксфорд университетінің ғалымдары жүргізген зерттеу бойынша, егер бұл дәріні адам 3-5 жыл бойы күн сайын қабылдайтын болса, онда қауіпті дерттің дамуы 30%-ға дейін төмендейді екен. Препарат аурудың белең алуын тоқтатып қана қоймай, метастазының да таралуына бөгет болады. 75 мг аспиринді күн сайын 5 жыл бойы ішіп отыру қауіпті аурулардың алдын алады. Сондай-ақ, аспирин қанды сұйылтып, тромбоцитке әсер етеді. Сол себепті оны жүрек ауруларымен ауыратын адамдарға жиі тағайындап береді. Сонымен қатар бұл дәрі-дәрмек қысымның жоғарылауына, қан диабетінің асқынуына да тосқауыл бола алады, және қанның ұйғыштық қасиетінің артуына да көмектеседі. Европалық ғалымдар аспирин арзан әрі әсер ету күші жоғары деп бағалаған. Күн сайын аспирин ішу арқылы ұзақ әрі берекелі